темекі шегу рактың бірден бір себебі. Онда неге барлық темекі шегетіндерде рак жоқ деген сұраққа жауап беріп көрейік. Генетиканы еске түсірейік. Жасушаның бөлінуін ядро қамтамасыз етеді. Ядроның ішінде хромосома болады. Хромосоманы ширата берсек ген пайда болады. Сол ширалған геннің біреусі ДНК деп аталады. ДНК азоттық негіздермен байланысқан, ал РНК ДНК арқылы амин қышқылдарынан біздегі жасушаны тінді жасауға қатысады. ДНКда сол жасушаның ақпараты орналасқан. Демек сол ДНКдағы азоттық негіздердің орналасуын бұзады, яғни ақпаратты. Солай біздің ағзамызда атипиялық жасуша рак пайда болады. Бірақ біздің ағзамыз тупой емес. Сол мутацияға қарсы репарация гені бар. Бұл ремонттаушы гендер. Бұзылған ДНК гендерді қалпына келтіріп отырады. Егер ұзақ жылдар бойы темекі шексек, бұл репарация гені шаршайды, ақырында жұмыс жасамайды. Солай ағзамызда рак дамиды. Егер сен темекі әлі шегіп жүрсең, осы гендеріңе рахмет айт та темекіні қоя қой.